Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте оңай дәмді болып пішатын ачма тоқашын жасайтын боламыз. Лекторде видеомыз соңына дейін қарамас бұрын лайк басып банама тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен ұнның үстіне дәміне қарай тұз, құмшекер және дрожж қосып араластырамыз. Енді үстіне кішкене сары май, пісе май және жылы суды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр осындай қолға жабыспайтын жұмсақ болып иленеді. Енді қамырды ыдысына салып, бетін пищевой пленкамен жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Шамамен 30-40 минутта осылай көтеріледі. Енді қамырды алып бірнеше бөлікке бөлеміз. Әрқайсысын видеодағыдай домалақтап қою керек. Енді қамырды оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Ішіне нутелла секілді кесілген шоколадты пастаны жағуға болады. Енді қамырымызды осылай рулет секілді орап шығамыз. Піскен кезде ашылып кетпеу үшін осылай шет-шетін біріктіреміз. Қамырды қолымызбен кішкене созып, видеодағыдай осылай бір-біріне қарама-қарсы бағытта айналдырамыз. Енді қамырдың бірінші шетін кішкене жайып, осылай екіншісін үстіне қойып, жауып шығамыз. Булочкамыз осылай домалақ болады, енді барлығын солай істеп шығамыз. Енді жұмыртқаны жақсылап араластырып, бетіне жағып шығамыз. Енді булочкамызды 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз.
Осымен ачма тоқашы дайын болды, өте дәмді жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаса, пайдалы болса, міндетті түрде арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған Нұрсұлу, видеом соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.